897 есепте жеміс сусын дайындау үшін 7 бөлік кепкен алма, 3 бөлік өрік және 2 бөлік жүзім алынды. Ондағы кепкен алма өрік пен жүзімнен 0,6 килограмға артық дейді. Жеміс сусын дайындау үшін барлығы неше килограмм жеміс жидек алынды дейді. Сонымен алманы 7х деп алайық, өрікті 3х деп алайық, жүзімді 2х деп алайық. Сонда алманың массасының өрік пен жүзімнен 0,6-ға артық екенін білеміз. Енді жазайық. 7х дейік. Және осыдан біз 0,6-ны азайтатын болсақ, бізде 3х қосылған 2х болады. Сонымен ондағы кепкен алма өрік пен жүзімнен 0,6 килограмға артық десе, демек біз 7х-тен 0,6-ны азайтсақ, бізде өрік пен жүзімнің қосылған массасы шығу керек. Енді осы теңдеуді құрып алдық, осы жерден х-ті таба салайық. Сонда 0,6-ны теңдіктің келесі бетіне қосу қылып өткіземіз. Ал 3х пен 2х-ті теңдіктің келесі бетіне азайту қылып өткіземіз. Сонда 7х азайтылған 3х-ке 2х қоссақ 5 болады, демек мұнда минус 5х барады. Ал 0,6 теңдіктің келесі бетіне қосу болып өтеді. 7х-тен 5х-ті азайтамыз, сонда 2х қалады. 2х тең болады 0,6-ға. Ал осы жерден х тең болады 0,6-ны бөлеміз 2-ге. 0,6-ны 2-ге бөлетін болсақ, 0,6 бөлінген 2 дейік. 0-ды біз 2-ге бөле алмаймыз, сондықтан 0-ден береміз де үтір қоямыз. Сонда 6-дан аламыз. 6-дан алатын болсақ, 6 2-ге бөлінеді, яғни 3-ті бере саламыз. Сонда 2 көбейтілген 3 бізде 6-ны береді, 6-дан 6-ны азайтсақ 0 болады. Демек 0,3 деген жауапты аламыз. Сонда 0,3 болады. Бұл х-тің массасы 0,3, ал бізге жалпы массаны табу керек. Жалпы m деген массаны алатын болсақ, ол бізде 7х, 3х және 2х-ның қосындысына тең болу керек. Сондағы х-тің орындарына біз 0,3-ті қояйық, себебі х бізде 0,3-ке тең. Енді бізге 7х қосылған 3х қосылған 2х-ті табуымыз керек. Яғни үшеуінің де массасын бір-біріне қосуымыз керек. 12х болады. 12 көбейтілген 0,3 болады. 0,3-ті 12-ге көбейтетін болсақ, 3,6 болады. Мінекей жауабы шықты. Жауабы 3,6 килограмм жеміс керек екен. 899 есепте катердің өзен ағысымен жылдамдығы 25,8 км сағатына, ал ағысқа қарсы жылдамдығы 21,2 км сағатына дейді. Енді бізге ағыстың жылдамдығын табу керек және катердің меншікті жылдамдығын табуымыз керек. Катердің меншікті жылдамдығы, яғни тынық судағы жылдамдығын x деп алдық. Ал ағыстың жылдамдығын y деп алайық. Сонымен ағыс жылдамдығымен ол 25,8 екен. Сонда x қосылған y болады. Яғни біздің катеріміз болатын болса, оның астындағы ағыс бізге жылдамдығына қосылады. Сонда x қосылған y бізде 25,8 км сағатына болады. Ағысқа қарсы болған кезде ағыстық жылдамдығы бізге керісінше әсер етеді, яғни оны азайтып тастаймыз. Сонда x азайтылған y тең болады 21,2 км сағатына. Біз мына жерден x-ті тауып алайық екінші жағдайдан. Сонда x тең болады 21,2-ге қосамыз y-ті, яғни y-ті теңдіктің келесі бетіне қосу қылып өткізе салын. Біз x-ті таптық. X-тің қандай мәнге тең екенін біз білетін болсақ, біз осы x-тің мәнін мұнда алып келіп қойайық. Сонда қоятын болсақ, яғни 21,2 қосылған y-ті қоюымыз керек. Енді қоямыз. 21,2 қосылған y. Және мұндағы y бар. Сонда ол қосылған тағы y болады. Осы тең болады 25,8 км сағатына. Өлшем бірлігін қазірше жазбай тұрадық. Сонымен есептеуді жазайық. 21,2-ні теңдіктің келесі бетіне азайту қылып өткіземіз. Сонда мұндағы 2y-ті қоса салайық. Сонда 2y тең болады 25,8-ден азайтамыз 21,2-ні. Сонда 2y тең болады 4,6 болады. Енді осы жерден y-ті табатын болсақ, y тең болады 4,6-ны бөлеміз 2-ге. 4,6-ны 2-ге бөлейік. 4,6-ны бөлеміз 2-ге.
Мұндағы 4-тен береміз, 2-ні береміз. Сонда екі жердегі 2-міз 4-ті береді, 4 азайтылған 4 бізде 0-ді береді. Одан кейін біз өтірдегі сандарға келдік, яғни 6-ны түсіруіміз керек, өтірді қоямызды, мұнда 6-ны түсіре саламыз. 6 2-ге бөлінеді. Сонда 3-ті бере саламыз, сонда 6 азайтылған 6 бізде 0-ді береді. Сонда 2,3 деген жауапты аламыз. Сонда y тең болады 2,3. Бұл ағыстың жылдамдығы. Енді катердің жылдамдығын табайық. Катердің жылдамдығын табуымыз үшін біз мұндағы ағыстың жылдамдығын мұндағы y-ның орнына қоя саламыз. Сонда бізде былай болады. X тең болады 21,2-ге қосамыз біздің ағысымыздың жылдамдығы 2,3 болады. Демек 2,3-ті қоя саламыз. 21,2-ге 2,3-ті қосатын болсақ 23,5 болады. 23,5 километр сағатына. Мінекей осындай жауаптарды аламыз. Сонда жауабы біздегі катердің жылдамдығы, меншікті жылдамдығы 23,5-ке тең екен. Километр сағатына. Ал ағыстың жылдамдығы 2,3 километр сағатына. 901 есепте жазғы демалыста балалар шайқурай, мыңжапырақ және қызылтаспа шөптерін жинады. Олар шайқурай шөбін есептемегенде 10,2 килограмм, мыңжапырақ шөбін есептемегенде 11,4 килограмм және қызылтаспа шөбін есептемегенде 13 килограмм емдік шөптерін жинады дейді. Балалар емдік шөптердің әр қайсысынан неше килограмм жинады дейді. Біз шөптердің массаларын А, В, С деп алдық, әр қайсысына сай. Сонымен біз былай жасайық. Басында айтады, шайқурайды есептемегенде, яғни шайқурайды есептемесе, мыңжапырақ пен қызылтаспаның массасы болып тұр. Мыңжапырағымыз бізде В-ға тең. Осыған қосамыз С-ны, ол қызылтаспа. Сонда осының екеуінің қосындысы бізде 10,2-ні береді екен. Енді ары қарай жазамыз. Мыңжапырақ шөбін есептемегенде 11,4 килограмм дейді. Мыңжапырағымыз бізде В-ға тең, егер оны есептемесе, сонда шайқурай мен қызылтаспаның массалары болып тұр. Шайқурайымыз бізде А-ға тең, оған қосамыз С-ны, осы бізде 11,4 килограмм болуы керек. Енді ары қарай қызылтаспа шөбін есептемегенде дейді. Қызылтаспа бізде С-ға тең. Демек оны есептемейміз. Бізде қалғандары А қосылған В. Осы екеуінің қосындысы бізде 13 килограммға тең екен. Біз мұндағы В-ны тауып алайық. Сонда В тең болады 10,2-ден азайтамыз С-ны болады. Бұл В 10,2 азайтылған С болды. Демек осы мәнді алып келеміз де мұндағы В-ның орнына қоя саламыз. Сонда А қосылған 10,2 азайтылған С. Осы тең болады 13-ке. Енді А қосылған С деген жерден біз С-ны тауып ала салайық. Сонда С тең болады 11,4-тен азайтамыз А-ны. Осыны алып келіп мұндағы С-ның орнына қоя саламыз. Сонда А қосылған 10,2 азайтылған жақша ішінде 11,4 азайтылған А. Тең болады 13-ке. Енді осы жерден жақшаны ашып жібере салайық. Сонда жақшаны ашып жіберейік. Сонда А қосылған 10,2 азайтылған 11,4. Мұндағы теріс мән мен теріс мән бізде қосуды береді де А деп қоя саламыз. Осы тең болу керек 13-ке. Енді А-ға А-ны қосамыз. Сонда 2А болады. Ал мұндағы біз мәндерімізді теңдіктің келесі бетіне өткізе саламыз. Мұнда 13 тұрады. 13-ке қосамыз 11,4-ті. Енді одан азайтамыз 10. Енді осыдан азайтамыз 10,2-ні. Сонда 2А тең болады 13-ке қосамыз 11,4-ті. Сонда 24,4 болады. 24,4-тен 10,2-ні азайтатын болсақ 14,2 болады. Енді А-ны табайық. Сонда 14,2-ні бөлеміз 2-ге. 14-тен береміз 7 болады. Мұнда 14. Сонда 14 азайтылған 14 бізде 0 береді. Одан кейін өтірдегі сандар кеткендіктен мұнда өтірді қойып қоя саламыз. 2-ні түсіреміз. Сонда екі жердегі бірім бізде 2-ні береді.
1-ден береміз мұнда, азайтылған 2 тең болады 0-ге. Сонда 7,1-ді аламыз. А тең болады 7,1-ге. Біз А-ның мәнін таптық. Енді осы жерден С-ны табайық. С-ны табу үшін мұндағы А-ның орнына біз 7,2-ні қоюымыз керек. Енді С-ны табайық. С-ны табу үшін біз мұндағы А-ның орнына біздің шыққан 7,1 деген жауабын қоюымыз керек. Сонымен С тең болады бізде 11,4-тен азайтамыз 7,1-ді. 11,4-тен 7,1-ді азайтатын болсақ, 4,3 болады. Яғни 4,3 килограмм, яғни 4,3 килограмм С болады. В-ны табу үшін біз мұндағы 10,2 азайтылған С-ның орындағы С-ға 4,3-ті қоямыз. 10,2-ден азайтамыз 4,3-ті. Сонда 5,9 деген мәнді аламыз. Сонда 5,9 килограмм екен. Біз үшеуінде таптық. Жауаптары сонымен 7,1 килограмм шайқурай, 4,3 килограмм бізде мың жапырақ, және 5,9 килограмм қызыл таспа болады. Осылардың бәрі килограммен берілген.